Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода тауық етінен өте керемет дәмді болып шығатын ерекше шашлик дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін көріңіздер, және де каналға тіркеліп алсаңыздар болады. Күнделікті үй жағдайындағы өте қарапайым рецепттер салынып жатыр. Ең алдымен тауықтың сан аяқтарын майдалап, ыңғайлы етіп жеуге турап аламыз. Енді осының үстіне дәміне қарай тұз саламыз. Және де шашликтің приправасын салатын боламыз. Келесі кезекте майонез саламыз. Кетчуп саламыз. Ащы аджига салатын боламыз, біраз қасық. Енді барлығын жақсылап араластырып аламыз. Және де пияз турап қоссаңыздар да болады. Міне дайын болды. Енді бетін жауып, 2 сағатқа маринадқа қоямыз. Шашликтің бетіне жағатын соус дайындаймыз. Бізге шашликтің приправасы, су, томат пастасы, чеснок, кориандр, қарабұрыш және қызылбұрыш қажет. Барлығының грамм мөлшерін төменге описаниеге жазып қоямын. Томатпен суды араластырамыз, шашлик приправасын саламыз, және майдаланған чеснок, кориандр, қарабұрыш, қызылбұрышты салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Енді дайын болған тауық етін шашлик пісіретін таяқшаларға тығып орналастырамыз. Алдын ала сыртқа мангалға от жағып қоямыз. От жанып, шоқ болып дайын болып тұру қажет. Міне шашлик таяқшаларына етімізді тығып орналастырып болдық. Енді дайын болған шашликті пісіретін боламыз. Қып-қызыл болып тұрған шоқтың үстіне шашликті орналастырып, 2 бетін аудара отырып пісіреміз. Және де дайындап алған соусты осылай жағып шығамыз. Шашликтің дәмі өте керемет, ерекше болып шығады. Сіздер де міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Ұнайтыны сөзсіз. Міне осымен барлық шашликтеріміз пісіп дайын болды. Енді бетіне туралған пиязды саламыз. Өте керемет дәмді шашлик шықты. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет, ас болсын.